Так, бәріңізге ассалаумалейкум. Бізде бүгін газель, өзіміздің көлік құрастырып жатқанымыз. Бұл біздің. Так, мынау уже кабинаны кескеннен кейінгі мынау түрі. Мына тұрған. Так, бізде бұл жерде не істеліп жатыр? Қысқаша айтып өткенде, бұл жерде біз деген эвакуатор құрастырып жатыр. Эвакуатор құрастырғанда да анау мынау емес, елден ерекше эвакуатор құрастырып жатыр. Бұл эвакуатордың басқа эвакуаторлардан айырмашылығы, бұның үстінде платформа болмайды. Бұның үстіне көлік мінбейді. Бұл америкалық нұсқадағы төртінші поколениясы эвакуатордың, соларға қарап біз қазір жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Енді бұл жерде біз түгел ходовой барлық затын түгел таза рамадан бастап, нолден бастап жинап шығып жатырмыз қазір. Міне уже бізде рама қазір полный тазаланып болған күйі. Мына жақта әлі кішкене жұмыстар бар. Мынау міне кабинаның артқы жағын кесіп тастадық біздер мынандай қылып. Міне мына жерде қарасаңыздар артқы мост жиналып жатыр. Мосты да полный ступица подшипнигі, редуктордың подшипниктері, планетарка, хвостовик, олардың подшипниктері, мына жағын ступица подшипнигі, бәрі түгелмен бәрі жаңадан салынып жатыр. Және бұл жерде тағы бір айта кететін ерекшелік, бұл бізде мына алдыңғы мордан айтсақ болады, ерекшелік деп. Бұл газельдің өзінде зауыттық нұсқада бұл жерде 4 бұрышты фар тұрған. Біз оны түгелмен алып тастадық. Алдыңғы мордасын бәрін кесіп тастадық. Балкысын, салкысын бәрін түгелмен алып тастадық. Мына жақта былайынан қарағанда алды осындай бизнестің мордасы болады. Так, бизнеспен ескі газельдің осы жерде сендерге бір құрметті көрермендер, сіздерге бір өте бір айта кететін маңызды мәселе, бизнес кабина мен мына простой кабинаның айырмашылығы бар болғаны мынау. Бізде так мынау қалай тұратын. Мынау так бізде, может быть, аздап кішкене ерекшеліктер алдыңғы тұмсығында бар шығар деп, біз бизнестің алдыңғы мордасын дәл осы жерден кесіп алған болатынбыз. Бірақ біз түптің түбінде келіп есептеп қарасақ, бар жоғы айырмашылығы бизнестің кабинасы мен ескі газельдің кабинасындағы айырмашылық 3 сантиметр болды. Бітті. Осы жерді болгаркамен кесіп тастасаңыз, алдыңғы мордан ауыстырсаңыз, мына кабина полностью бизнес газельдің кабинасынан айнымай қалады. Бірге бір түседі. Орыстарда модернизация дейтін жоқ қой. Тек әйтеуір бір темірді кесіп жібереді, или бір темірді сваркілеп жібереді, бір темірді жабыстырып жібереді, сонымен болды модернизация дейді. Біздер әйтеуір оларды сатып аламыз да жатамыз қой. В общем, әңгіменің қысқасы келіп, тағы да сол қазақты тонауға келіп тіреліп жатыр ғой, қайда барсаңыз да жемқорлық барлық жерде. Ладно, темадан ауытқымай-ақ қояйық. Мынау екінші біздегі боковой, екінші біздегі морда, бұл алдыңғы жағы бизнестің мордасы. Так, бұл жерде бізде салонға келетін болсақ, салон жағында бізде ескі торпеда, ескі печкелер, в общем айтқанда 98-дің газелінің бұл жерде барлық заты зауыттық нұсқада сақталған болатын. Оның бәрін түгелмен шешіп тастадық біз. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай тек қана пол, сосын полдың асты, шумкінің асты. Біз еще тағы да бір ерекшелігі айта кететін жайт, осы жерде біз тежеуіш, қол тежеуіші
қол тежеуші деген мәнісі ол қалай кетті десеңші. Ручной тормозды енді қазақшалап аударғанда қолмен қол тежеуіш болады да, одан басқа қалай болады ол. Біз так мына ручной тормозды ортадан алып тастаймыз, бұл жерден түгелмен алып тастаймыз. Мына жақта міне көріп тұрғандарыңыздай, бұл ручной тормозды біз мына боковойға сцепленияның қасына, сцепленияның педалінің қасына қоятын боламыз. Так, тағы да бізде қандай ерекшеліктер болып жатыр. Мынау жаңа айтып өткенімдей задний мост. Мынау біздің платформаның ең аяқ жағы, ең соңғы жағы. Бұл уже көліктің алдыңғы екі аяғын мінгізетін жері. Міне мынау бізде істеліп жатырған, міне мынау өзіміз полный сваркілеп, өзіміз қайтын істеп құрастырып жатқан мынау платформамыз. Платформа болғанда бұл уже жартылай кран, жартылай эвакуатор болады бұл бізде. Мына Г болып тұрған темір, уже платформаның үстіңгі жағы. Мына тұрған тесікте ступица, бұл уже топсаның орны белгіленген. 2006 жылғы газельдің печкісі, 2006 жылғы газельдің печкісінің радиаторы. Мына уже зат панельдің астында тұратын шумка, заводской радиатордың алды, глушитель. Мына жақтарда педальдар тұр, педаль, тормоздың педалі, сцепленияның педалі. Мынау ескі газельдің печкісі. Мынау газельдің артқы габариттері. Енді көздеріңіздің алдына елестеткен боларсыздар. Бұл газельдің қандай кузовтан жиналып жатқаны сіздерге анығырақ болсын деп осындай видео түсіріп жатырған жайымыз бар. Мына жатқан темір бізде. Бұл жатқан темір ең артқы поворотный кулактың ортасындағы темір мынау біздегі. Мынаның бәрі топса, мынаның бәрін біз токерге істеккен болатын, біз токерге ішіне втулка жонып оған. Сосын КамАЗдың артқы колодкасының тежеу үшін КамАЗдың, в общем, артқы тормозынан алынған мынандай бізде палис бар. Бұл палис кәдімгі грузовой көліктің артқы жағындағы колодканы керетін палис ол. Стойки стабилизаторы тұр мына жерде. Сосын бізде тағы не бар? Тоқ жағының бәрі Алла беріп нәсіп етсе өзімнің қолымнан өтеді, басынан аяғына дейін түгелімен. Газельдің негізі заң жүзінде зауыттан бастан бастап тоқ жағы негізі дұрыс емес. Бұл жерде жетіспейтін дополнительный релейлер бар, зауыттан салынбай кеткен, тоқ жағына нагрузка түсіретін. Ондай заттың бәрін біздер түгелімен жалғап, түгелімен кәдімгі зауыттық версияда тоқ жағын қайттан қолдан нөлден бастап жинап шығатын боламыз. Мына ілініп тұрған бампер бизнестікі. Так, мынау бізде алдыңғы екі есіктер. Мынаның астында бізде ZMZ 406 карбюратор двигателі орналасқан. Оның бәрін біздер құрастырып, алдымыздағы сериялардың біреуінде бұның бәрін шығаратын боламыз. Ал енді бізде осы жобаға қазір қанша ақша кетті, қанша неше кетіп жатыр деген сұраққа обычный эвакуатор құрастыру үшін, кәдімгі үстінде платформасы бар обычный эвакуатор құрастыру үшін сізден шығатыны мәшінің үстіндегі платформаның өзіне шығатын шығын сізде миллионнан өтеді. 1 миллион теңгеден өтеді. Егер сіз мынандай қарапайым газельді алып бұны эвакуатор қылып құрастырып шығам десеңіз, миллионнан басталып, 2 миллион, 3 миллионға дейінгі көлемде ақша кететін болады. Ал енді біздің қазір мына жердегі құрастырып жатырған дүниелерімізге
қазір осы күйіне жету үшін біздер дәл қазір осы бүгін 19 декабрь күнге дейін біз мына жерде 1.400.000 теңге уже вложение бұл жерде салып тастадық біздер уже. Енді сол арғы жағында есептеп отырғанымыз біздің где-то уже 500.000, 600.000 теңгенің жобасында тағы да шығын шықса, бұл көлік түгелімен бізде уже өзінің ходымен гараждан шығады деген ойымыз бар. Так. Бүгін енді қазақша видео түсіруімізге тағы да бір себеп болды. Ол біздің подписчиктеріміздің, яғни айтқанда біздің достарымыздың біреуі бізге айтып, орысша видео түсіре бермей, арасында қазақшада видео түсіріп қойсаңызшы дегеннен кейін, біз қазақша өзіміздің не істеп жатқанымызды түсіріп, бәрін баяндап жатқан жайымыз бар бұл жерде. Так, одан басқа сіздерге алып қосатын бұл жерде енді бәрін конструкция жүзінде құрастырылғаннан кейін тағы да бір выпуск болады әрине. Оған дейін пока что осы видео кузов полный, кузовтың қалған бөлшектері бізде сыртта жатыр. Потолок, люктың тұрған жері, артқы жағы, бизнестің алдыңғы мордасы, өзінің ескі торпедасы, алдың капоты, глушительдің жартысы. Так, мына жақта бел ортасы газельдің. Так, бұны да түгелімен өзіміз кесіп алып тастаған болатынбыз. Так. Әңгіме солай, Соқыр Николай деп. Категория E-KZ-тегі жігіттің айтатын әңгімесі ол. Әңгіме солай, Соқыр Николай деп. Бәріңіздің назарларыңызға рахмет. Назар салып тыңдағандарыңызға, осы видеоны көргендеріңізге, бәріңізге мың алғыс, Алла разы болсын. Бәріңізден сұрайтыным, каналымызға біздің егерде жазылмаған болсаңыздар, жазылып, подписаться кнопкасын колокольчигімен бірге баса салсаңыз, нұр үстіне нұр болар еді. Келесі кездескенше, келесі көріскенше, аманшылықта, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.